құрметті білім алушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ғаламтор тарихы. Оқу мақсаты мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау. Мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтін түрінде берілген процесті сипаттап жазу. Енді мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Ғаламтор туралы не білесің? Сенің үйіңде ғаламтор бар ма? Ғаламторды не үшін пайдаланасың? Әлеуметтік желіні пайдаланасың ба? Тілдік бағдар. Тұйық етістік іс-әрекеттің атын білдіретіндіктен зат есімдерше түрленеді, септеледі, тәуелденеді, бірақ жіктелмейді. Тұйық етістікке көптік жалғанса, одан кейін тәуелдік жалғау жалғанып қолданылады. Мысал келтіретін болсам, септелу үлгісі атау сөйлеу, ілік сөйлеудің, барыс сөйлеуге, табыс сөйлеуді, жатыс сөйлеуде, шығыс сөйлеуден көмектес сөйлеумен. Енді тәуелдену үлгісіне назар аударыңыздар. Бірінші ақ келуім, көптік жалғау жалғанса, келулеріміз, екінші ақ келуің, келулеріңіз, үшінші ақ келуі, келулері. Осылай тұйық етістік септеледі және тәуелденеді. Енді тыңдалым тапсырмасын мұқият тыңдаңыздар. Ғаламтор тарихы. Ғаламтор интернет ұғымы 20 ғасырдың аяғында пайда болды. Ғаламтордың шығу тарихын зерттеушілер 1957 жылы Кеңестер одағының жасанды жер серігін ғарышқа ұшырумен байланыстырады. Олардың айтуынша, ақш қорғаныс министрлігі егер соғыс бола қалған жағдайда Америкаға сенімді ақпарат алмасу жүйесі керек болады деп есептеген соң, жүйені ақштың орталық барлау басқармасының қызметкерлері ойлап тапқан. Лос-Анджелес, Юта және Калифорния штаттарындағы университеттерге және Стэнфорд зерттеу орталығына компьютерлерді бір-бірімен жалғайтын желі жасау тапсырылды. ARPANET дамып, жетіліп, оны түрлі саланың ғалымдары пайдалана бастайды. 1983 жылы бұл атау интернет деген ұғыммен алмастырылады. Бұл күнде ғаламторды тұрақты пайдаланушылар саны бүкіл әлем бойынша 1,5 миллиард адамнан асты. Қазіргі кезде ғаламтормен тек қана компьютерлік желілер арқылы емес, сонымен қатар байланыс спутниктері, радиосигналдар, кабельдік теледидар, телефон, ұялы байланыс, арнайы оптикалық талшықтық желілер және электр желілер арқылы да байланысуға болады. Ғаламтордан көптеген пайдалы да қажетті ақпараттарды табуға болады. Мәтінді мұқият тыңдап болсаңыздар, сұрақтарға жауап беріңіздер. Мәтіндегі негізгі ақпарат туралы не айтасың? Ғаламтордың тарихы туралы не білесің? Қазіргі таңда ғаламторды қанша адам пайдаланады? Оқылым тапсырмасы. Оқулықта берілген 4-ші тапсырма бойынша мәтінді оқып, негізгі ақпаратты анықтап, мәтіндегі тыныс белгілерінің қойылу себебін түсіндіріңіздер. Жазылым тапсырмасы. Мәтіндегі кетістіктерді тұйық етістікке айналдырып, сөйлемдер құра. Үлгі берілген, сол үлгіні басшылыққа ала отырып, тұйық етістікке айналдырып, сөйлемдер құрап жазасыздар. Бүгінгі сабақ бойынша ой тарасына кезек берейік. Құрметті білім алушылар, бүгінгі сабақ бойынша нені үйрендіңіздер? Қандай тапсырмаларды орындадыңыздар? Сіздерге қандай тапсырма қиын болды? Осы туралы өз пікірлеріңізді айтыңыздар.